Математика сабағында балалар геометриялық фигуралар текше, тік төртбұрышты параллелепипед. Осы тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемін қалай табамыз? Мына жерде балалар сендерде міне тік төртбұрышты параллелепипед сызылған және оның қабырғалары мен ағылшынның баспа әріптерімен белгілеп қойдым. Осылай белгіленетінін сендер білесіңдер. Енді балалар, мына жерде тік төртбұрышты параллелепипед берілген. Осы тік төртбұрышты параллелепипедтің міне А дегеніміз бұл ұзындығы, С дегеніміз ені және мына Б дегеніміз бұл биіктігі. Осы үш өлшемнің көбейтіндісі жәнегі тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласын береді екен. В тең А көбейту Б көбейту С бұл жәнегі тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласы. Балалар, сендердің кітаптарыңда 127 бетте екінші тапсырма берілген. Бұл жерде ұзындығы 9 метр дейді. Яғни ұзындығы дегеніміз бізде А әрпімен белгіленеді. А тең 9 метр, Б тең 8 метр және С тең 8 метр, биіктігі ол Б-ға тең 7 метр екен. Енді бізге көлемді табу керек. Б тең сұрақ, міне В тең А көбейту С көбейту Б. Балалар, мына жердегі қосылғыштардың, көбейткіштердің орындарын ауыстыра беруге болады. Көбейтіндінің мәні өзгермейді. 9 метр көбейту 8 метр көбейту 7 метр. Енді мен осы үш өлшемді көбейтемін. Менде 9 мен 8-ді көбейтсем 72. 8-9-ым 72-ні 7-ге көбейтетін болсам 504. 504. Менде өлшем бірлігі метр. Мына жерде мен көбейттім. Үшеуінде де метр өлшем бірліктері. Олай болатын болса мен куб деп жазамын. Сонда менде жәнегі көлемнің өлшем бірлігі балалар метр куб. Немесе дециметр куб, сантиметр куб деп беріледі екен. Себебі біз мына жерде үш өлшемді көбейтеміз. Келесі жауабын жазған кезде тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемі 504 куб метрға тең деп жазамыз. Жауабын енді сендер өздерің жазасыңдар, мен қазір жазбай қоямын.